Ал Қазақстанда жаңа конституцияға сай күзде вице-президент лауазымына тағайындау болады. Жұртшылық тым құрмаса бұл лауазымға елін ойлайтын біреу отырса деп армандайды. Тіпті мұндай лауазымды алғаш естіп шексесі қатқандар да болды. Енді халықтың мүддесін жақсартатын, халықты қолдайтын, халықтың дәрежесінде болатын кісілерді ойлаймын осы неге лайықты деп. Қазірше оны мен нақты айта алмаймын. Өйткені кім болса да жалпы осы саясаттан хабары бар, қоғамдық танымы терең, саяси орындағы беделі жоғары адам болуы мүмкін деп ойлаймын. Ең бірінші сауатты, өз ісін білетін, жан-жақты адамды болғанын қалаймыз. Вице-президент. Вице-президент, даже не знаю, бізде қанша бар оларды біз білмейміз ғой. Мен мысалы телевизор қарауға уақыт жоқ. Білмеймін ол, не істейтін, ол қандай жұмыс істейтін, қалай қызмет істейтін біле қоймаймын. Елін ойлайтын адам керек ма? Сөз ішінде. Халқын ойлайтын адам болса, кім болса болсын. Халқын ойлайтын адам болса, халықтың тіршілігін ойлап, өзі сол халықтың ішінде бірге жүргендей болып, мана мұқтажын біліп жүрсе, халықпен араласып, сондай адам керек. Қазіргі биліктегілер ондай емес пе? Ұнамайды маған.